бір күні маған Ақордадан хабарласты. Средний бизнесмендерді президент шақырып жатыр, сізді қосты списокке, келе аласыз ба? Я келем. Бардым. Примерно 100-дей бизнесмен болды. Аттарын атамай-ақ қояйын. Менің севап аға, мына кісілер Forbes'та жүрген ағаларымыз деген бизнесмендер ол жерде тұрып президентке жалоб жасады. О, прокуратура так делает, анау былай жасап жатыр. Естідім. И мен ішімде мынандай нәрсе тұр. Көке, жыламаңдаршы деген. Не болды сендерге жылап? Ақшаларың жоқ па? И сендерді біреу соттайын деп жатыр ма? Бәрі микрофонға кім барып сөйлейді? Ну, примерно 70% солай жылап жатыр да. И мен ішімде тұр да. Мен тұрып сөйлегім келеді. Мен олар сияқты менде ақша жоқ. Бірақ мен елге қалай көмектесеміз деп айтқым келіп тұр да. И сөйтіп шақырған адамдарға жаңа қағазға жазып беріп кеттім. Егер маған сөз берген кезде мен осы сөзді айтатын едім. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелович, біз жарайды, қиын заманнан өттік, әлі де қиналатын шығармыз, бірақ осы отырған бизнесмендер Қазақстанға қалай көмектесу керек. Ну там сидел старый казахстанец, да? В основном. Разные. Да, вот эти. Ну, просто мен содан кейін отырдым да, шығып кеттік. Шыққасан кейін ішімде бір не болды. Вот біздің үлгі тұтатын ағаларымыз осы ғой. Не істеп жатыр? Содан шыққасан кейін отырдым да айттым, үкіметке біз жұмыс жасауымыз керек. Сөйтіп Айдарбек Қожаназаровпен таныстым. Сол жерде бірге болдық біз. Ол кезде бір-біріміз танымаймыз. Екеуміз шықтық, кофе іштік. Мен айттым, Айдарбек, қандай не болды сенде? Сөйтіп ол аграрный саланы көтерді. Осындай аграрный салада. Ол сөйледі ме? Сөйледі ол. Ол аграрный саладағы проблемаларды айтты. И осындай. Мен айттым, жарайды, біз проблеманы айтамыз, бірақ данный момент біз елге көмектесуіміз керек. Қазір жағдай қиын. Сенде ой жоқ па осындай партия құрғанға? Сөйтіп, ну бар менде деді. Бар, сөйтіп кеттік біз. Кеттік. И бір айдан кейін тағы да кездестік. Басқа жұмыстармен кездесіп қалдық, тағы сөйлестік. И сөйттік та кім-кімді қосамыз. Давай сөйлесіп көрейік. И мен айттым, мен жанымда өзім ойланайын, өз жағымнан, сен де ойлан. Сөйтіп ойландық. Мен келдім, сразу ойыма Руслан Берденов түсті. Өйткені мен Русланды 2011 жылдан танимын. И бір жаман нәрсесін көрген жоқпын. Жаманшылығын көрген жоқпын. И қай жерге біз көмек жасаймыз, спискіні қарасаң Руслан жүреді. Соң кейін Руслан қызбаны ол айтты. Ну, сәке, зачем, анандай ойланайық. Ойланайық, қарастырайық. И сөйтіп Айдарбек келдік. Соң кейін біз Бейбіт Әлбеков болды. Кездесіп қалдық Бейбітпен. Бейбітте де сол кезде бір мелкий қиын ситуация болып жатқан. Проверка, қаңтар, анау, мынау деген сияқты. Содан кейін Бейбітке айтып едім, давай деді. Бірге. Я за вам деді. Сөйтті. Мен Айдарбек үшеуміз отырып тағы сөйлестік. Содан кейін Бейбіт отырды айтты. Мен де ойланайын. Сөйтіп, мен келіп Қуаныш Жоңбайға айттым. Қуаныш, сен енді қаншама адамдармен жұмыс істейсің. Сен білем, Қуаныш мына неде балуан шолақта 5000 адам жинаған. Осындай жинайын. Соны не үшін жинайсың? Сол балалардың өсуі, өнуі, жақсы өмір сүру ғой. Осылай партия құрайық. О да ойланам деді. Солай жүрдік, и мен Москваға бардым. Москвада Русландар гостиница ашты, Пана деген. Сол кезде Русланға тағы айттым. Орсеке, ладно, бізде ақша бар. Біз жақсы өмір сүреміз. Сенің балаң жақсы өмір сүреді. Бірақ басқа адамдаршы, қоғам қалайды. Қоғамда дерт бар. Қазір жаңа удамания болсын, жаңағы наркотик болсын, осы дерт. Осыдан сен екеміз басқалар көмектеспесе, кім құтылады? Руслан ойланды, давайте согласен онда, давай бастайық. Сөйтіп Қуаныш болды. Сосын Нұрлан Қоянбаев Нұрекеге звондап, Нұреке срочно кезу керек десем, көп адам Нұрлан Қоянбаевты дұрыс түсіне алмайды әлі. Мен Нұрлан өте терең жігіт, өте жақсы ойнады. Оны енді өзінің киноларына қарайтын шығар, басқа жағына қарайтын шығар. Просто көп адамдар комикке ойлайды, комедияда жоқ. Нұрланмен араласса, Нұрланның қандай жігіт екенін біледі. Нұрланның қандай терең, қандай мағыналы дүниелер жасайтын, қандай мағыналы заттарға көңіл бөлетін мен бұрыннан білем, бір 7-8 жыл. Сөйтіп Нұрланға бардым. Ол кезде Нұрлан анау бір тартылып бес деген ұйымдастырып отқан. Мен айтам, Нұреке, айтым мен, Жакуб. Да. Да. Мен айтым, ол хорошая идея.
Ну ол разный, бір рет жасадың, все. Иә. Бізге долгосрочный ұрпағымыз кім болады. Мен айтам, ақсақал болып деймін да, Құдай берсе 65-70 жаста осы партияны біз құрып едік. Осы партия осындай мықты заңдар жасады. Осындай мықты заңдарға, осындай жаман нәрселерге шектеу қойды. Осы партияның арқасында осындай вот история, Нұреке. Біз парламентке бармасақ та, біз министр болмасақ та, осыны жасайтын компактный люди дайындап беруіміз керек адамдармен. О ойланды, давайте деді. Осылай, сосын бейбіт Максим Барышевты алып келді. Мен қанша білем, Максиммен біз жыл сайын кездесеміз. Максим экономист, и және санағанды жақсы біледі. И жаңеде мен Максимге жалғыз нәрсе айттым. Максим, сен бұл жерде кетіп қалма. Неге? Бәрібір 7 қазақ болып тұрған дұрыс емес. Біз енді көп ұлтты едіміз ғой. Сөйтіп Максим келді, Айдарбек бізге Динараны ұсынды. Неге? Енді 7 жігіт бізде теңдік болу керек қой. Бір. Соны біз ең қиыны шынын айту керек, әйел адам іздеу. Неге? Мынандай ғой. Көп адамдарды қарайсың, әйел адамдарды. Бала шағамен үйде отырып қалған. Мысалы, сіздің үйдегі жеңгейді, мысалы, мен білмеймін. Бірақ көп әйел адамдар 3 университет, 4 университет бітіреді, білімі мықты, бірақ 2, 3, 4, 5, 6 бала туғасан кейін балаларға қарап қалады да. Ал олардың білімі мықты да. Сондықтан біз сондай әйелдерді іздедік. Сөйтіп, Динараны таптық. Динара бір компания, енді үлкен заводта гендиректор и характері бар, мужской характері бар. Соңын Динара келді. Сөйтіп біз 8-іміз сол партияны құрдық. Бірақ өте қиын. Бізде заңда жазылған нормативтерді орындау өте қиын. Біріншісінен өтпей қалдық, екіншісінен өтпей қалдық, и үшінші съезд жасадық. Сөйтіп анау не бар, 1000 адам жинау керек деген. 2000 жинадық, 10.000 қол жинау керек болса 25000 жинадық. Неге? Ол жерде заңда жазылған әскери адам болмау керек, 18-ге толған болу керек. Біріншісінде біз ойладық та 10.000 адам жинап жіберсек, 16 жастағы 4-5 бала өтіп кеткен ішінде. И отказ. Сөйтіп, осы республика партиясы құрылды. И парламентте 6 депутат бар. Алматыда мәслихатта 5 депутат. Ну, барлық мәслихаттарды қоссақ, Қазақстанда бір 100-дей депутат бар. 100-дей? Иә. Жақсы вопростарды көтеріп жатырмыз деп ойлаймын. Өйткені бизнестен келген адамдарда нарықтың ішінде не болып жатқанды біледі ғой. Енді бізде білмейтін заттарымыз бар шығар, жаңағы мемлекеттік дәрежедегі, бірақ бізде қоғамда болып жатқан тақырыптарды білеміз да. И қазірда болса да бір тақырыпты қозғау үшін, мысалы, тек сол адам қозғай бермейді. Бізде кәдімгі партийный центральный штаб бар, солар жасайды. Біз ақылымызды қосамыз деген сияқты. Енді потихоньку жүріп келе жатыр, жас партия. Короче, Руслан сопротивлялся, да, Саке? Руслан әрең көндірді. Но история очень хорошая. То есть зерно идеи, вот совещание, да, у президента, вы вышли и вот так вот сели, поговорили и сделали, да? Круто. Ну, то, что сейчас партия «Республика» делает, мы знаем. Все их депутатские запросы я все отслеживаю, мне самому очень интересно, друзья. Я вижу, что проводится большая работа. Желаю Саке в этой работе больших-больших успехов, потому что правильные вещи делаете. Вот, идем дальше. Жаңа айтып кеттіңіз, как ты приглашал этих ребят, да? Вот что важно при знакомстве? Как вы выстраиваете отношения с этими людьми? С деловыми партнерами по бизнесу, либо вот с однопартийцами и так далее. Что важно? Вот так вот даладан біреуді ұстап, ты же не можешь его взять партнером, да? Есть какие-то критерии же, конечно, да? Конечно. Да. Вот что для тебя важно во всей этой такой большой истории? Енді қазақта жақсы сөз бар, бірінші адал болу керек адам. Өйткені анандай бар ғой, біреу сенен пайда көргісі келіп келеді. Енді сізде бизнесмен, Руслан жанында жүрсем тез байып кетемін, Руслан аға маған көмектесіп жібереді, енді жастар арасынан Руслан аға бір машина алып берсе, кімнің ой қабілеті сондай. Сондықтан мен жаңағы енді мен шақырған Қоянбаев, Қуаныш, Руслан, оларды мен кемі 7 жылдан білемін да. И біз қанша саяхат болды, қанша дастархан болды, қанша той, қанша басқа да заттар болды, бір жаман нәрселерін көрген жоқпын мен. Сондықтан
адал адам әрқашан адалдықта қалады. И мысалы Русланды мен 2011 жылдан білемін дедім ғой. 2011-дегі Руслан 2022-дегі Руслан өзгермеді. Ақша өзгертпеді Русланды. Сондықтан мен оған сенемін. Көп жерде ақша адамды өзгертеді. Согласен. Сондықтан осының бәрін қарайсыз. Мысалы Қуаныш Шоңбайда ақша жоқ кезде де болды, бар кезде де болды. Бірақ өзгермеді. Плов варил. Да. Я помню, помнишь, Руми, да? Вот, мына кітапты шығарды. Ол кітапта сатып жүрген кезде өзгермеді. О, үнемі хабарласады, айтады, кездесейік дейді. Кездесек Қуаныш екеуміз 5 сағат, 6 сағат сөйлесеміз. Сол кезде көп сөйлесетін нәрсеміз өзіміздің өмір бизнес емес. Ана балада осындай проблема болып жатыр. Анау жан жағындағы адамдарды ойлап жүреді. Айтады, анау бір проблемасы болып жатыр екен, шешілмей жатыр екен, бүйтіп шешіп жүрсек. Өзі де біледі, мысалы кей балаларға ақшасы жоқ болып қалған кезде ана балалардың менен де алып берген кездер болды. Өзі гарант. Мен сұраймын, анау кім Қуаныш? Айтады, мен де бір курс оқып еді, 2 ай дейді. Сен де 2 ай білесің ғой оны. Ол мен көріп тұрмын, ол өсетін бала дейді. Молодец. Сондай жақсы жігіт. Красавчик Қуаныш. И сондықтан мен осы жігіттерді шақырдым да. И менен көп адамдар сұрайды, ананы неғып шақырмадыңдар, мынаны неғып шақырмадыңдар. И ол адамдарды мен танымасам, мен олар адамдармен бір 5 жыл араласпасам, мен қалай шақырамын оны? Дұрыс. Сондықтан адал адамдарды шақырдым деп ойлаймын.